Motorum selam. Sen bulay meni qorşılarga deb motor itip kelding мәллә. Не смешно, Алмаз. Қойшан келесің? Мен әлі ауылға барып қайтам деген едім. Әтенеге шалтыраттым, трубкаларын алмайлар. Соңан нешіктір көңілімді тыныш түгіл. Алмаз, твои родители уже со вчерашнего дня у нас. Ты серьезно? Не мог предупредить? Чего мои родители? Мені қоям білейін. Әнек сен кеше мен айтмадың. Так, қарайлы. Сен сөйлегендеріне артық иқтибар етмеймін. Скоро буду. Ладно? Қайтып жетті. Қыш, қылма енді өмірге шүнді. Не хал олам? Исәмсіз. Ғафу етегіз. Ғафу етегіз енді. Әне, әтей, шығып сөйлешік әлі. Соң, мұнда ғана сөйлешіп болмай міне. Шықырмағам. Қазір үк. Жарар енді, шығам. Соң мұнда сөйлешік нәрсе болған енді. Әтей. Шығам. Мұнысы нәрсе деген сөз болды енді. Соң енді олым, сен ішлемеген ішлерді ішлеп берейміз. Қышқырма енді, сен қышқырма енді. Ярар енді, ана бұлажақ құдалар білен талышып келеміз. Оқырма, әтей. Оқырма. Сен тракторда түгіл бе? Әнеге. Әйде, қызым, әйде. Әйде, балақайым. Әйде. Әйде, отыр. Алмаз өзі де аларының келгенлерін білмеген. Міне сен әмі. Ну и семейка. Әтейі, әнейі, олар сюрприз ясарға тілегенлердір. Әйбет. Сюрприз болды бұл. Улам, міне сенға әйткен болсақ, әлі міне мұнда кетіртәдірің ме, жоқ ма? Неже? Не хал етіп үлгірді кізсің, құдалар білен. Соң не хал деп, таныштық қана? Ей, олы, бұл болашақ қатының оғы берек жоқ бейтінде. Әдей, үлгеріға сөз ектесі болма. Ол бек әйбет қатын бұла. Әйбет, ұлым, әйбет, әне ақша тұздырырға бек әйбет. Сен міне кешегі бардақны көрсең сен мұнда. Иден де жауа білмей бейті ұлым. Кеуге шыққаш үйренер. Әне апаңны қора. Кеуге шыққаншы бүтін ішіні ішлейді бейт. Міне ол қатын. Абайға повезло шылай ма? Ей, ұлым, çünkü abайың бізні тыңлады. Бизнесмен дейме? Контрактны оқымыш.
Ну, фермер тоже бизнесмен. Да, бизнесмен. А хватка у него какая? Нам, говорит, нужна невеста работящая. Как ад. Ну, Настя, ну тогда им не повезло. Бізде бит ат yok. Бізде бит кішкене генә пони. Мансур, ну нехорошо так говорить. Нехорошо. Ой, такое ощущение, что они не знакомиться приехали. А вот действительно контракт подписывать. Или провести собеседование. Ну пускай проводят, пускай заключают. Тем более Эльвире-то нравится. Шылай ма қызым? Мансур, олам, жетті сен. Эти, ну хватит издеваться. Yok енді мы же не издеваемся. Сен нәрсе қызым, yok. Сен мене юрфакны ташлайды. Нәрсеге қойсың? Керек ме ол сеңа? Бар-бар ауылға қайтасың, сиыр сауасың, шулай бит. Ну, кім сізге айтты? Мен ауылға қойтам деп. А если серьезно, Казан, мы за тебя очень переживаем. Ты у нас единственная дочка. Ты же знаешь, мы хотим для тебя только самого лучшего. Энеем минем. Эвием. Этием. Мы вас услышали. И родителей Алмазы мы тоже услышали. Но решение мы сами примем. Это наша ответственность. Мы будем помогать родителям Алмаза, когда, допустим, будем приезжать на выходные. Вас будем поддерживать, когда вам это будет нужно. Ну, пожалуйста, поймите нас. Папулечка, мамочка, вам просто нужно узнать их еще лучше. Они вам понравятся. Вот увидите. Ну, поддержите вы нас. Пожалуйста. Әне, әтей, мен сізні тыңлайым. Лекен өзім нешек тілейм, шулай ешешекмін. Емі, өпкелемегіз енді. Ярар, улым, ярар, бір шолмайды, бірук. Біз бит сенің фойдаға ішлейбіз. Тілейсің екен. Қайтып кетеміз. Әйдет, қайтабыз. Тілейм. Ярар, үйде олайса, қайтабыз. Барығыз, сау болашығыз. Ярар, қожалар. Біз қайтырға болдық. Пожалуйста, папочка. Yok yok. Bir kayda gitmeysiz. Роза! Рашид! Не уезжайте. Первое впечатление, оно ошибочно. Может быть. Да, Мансур? Как первый блин комом. Поэтому давайте получше узнаем друг друга. Оставайтесь. Да, Мансур? Әйе, бір түн қондығыз бет. Әне нешік әйтелер әлі, қонақ хақы 3 күн дей. Да. Әйдәгіз енді, келген, мұнда хәл етті бітірек. Қалағыз. Балалар хақына қалағыз. Мен бүгін бар-бір ауылға кетесі. Біздің бөлмеге кірігіз. Бек әйбет анда. Олам,
Мені шоферың ауылға ғана елдеп қойсын. Сен қонақларыңны қора. Не, Рашид. Сол, сиырларны көрген бар бит инде. Әллә қолабызмы? Yok mu? Роза, ну, пожалуйста. Зур бәліш салырға болыр. Абетқа. Әйда, отыр. Мына мұны сайып, Бек дұрыс, құдағи, бек дұрыс. Әйда, отырыңыз, әйда. Егіткай! Ойнатма! Ташлап ераққа, ераққа! Қызықай, нағалар, қызықай! Нақысы, нұжылуқай! Сен өзеліне Қышқырасың нәрсе болды сен білем. Я когда сильно вдохновлена, я петь начинаю. А сегодня что-то вот переборщила. Қышқырасың шо. Да. Мейтем, креда юғала шунда, креда юғала. Нәрсе эшли деп ойласам, мұнда полный мастерской болған екен. Да, это мое пространство, Роза. Я считаю, что у каждой женщины должно быть свое пространство, где она расслабляется, наполняется, где она занимается творчеством. А я вот еще и работаю. Решила детям на свадьбу подарок сделать, смотри. Ну? Орын көп болғаш рахат енді. А вы в свободное время чем занимаетесь? Бош уақытың бармы деп сұра башта. Біздің ауылда бит малай іш біткенде халіңде бітейін бұл уақытта. Бош уақытта кіре бізде ұйқылаймыз, жаным. Да, это тоже хорошо. Но Энкей мне говорил, что в свободное время в деревне они кулыши шлилер, рукоделием занимаются. А зимой все время. Анысы енді оптырағаннан ғана әләтіге телевизор қарап отырғанда қол тік тұрмасын үшін күні. Міне сенің көбік жарты күн бір шешек ясап отыру. Анысы екінші енді. Роза, а вы сами в жизни что-нибудь красивое, эстетичное создавали? Қазір тұтынғаным жоқ. Әлек мен білесің ме нәрсе? Шілтер үрейдім. Вот. Міне, шегуге, бейлеуге исім бек кетмедірі. Міне, шілтер үру. Міне нешектірме аны тезгіне үйрендім дәйімі. Тезгіне үшлейді башладым. Қазір, міне исімі түрім әлі. Кружева бола сізніңше. Такой кружевница, что ли? Да, шол енді. Да вы что? А какие узоры делаете? Узоры деп енді yo'froq bilan шешек. Олары да білесің, шындай мотор шығайды менің. Как это аристократично. Нешек? Ну, прекрасно. Матур.
Матур шырай, әйе. А как плели? Шырайды. Крючками? Yok, крючканы түгел. Yok, крючканы жөніп сөймей, крючканы, yok. А как? Оның білесің ме, шілтері қолым бұла. Yok, крючканы түгел. Мен білесің ме нешек? Мен міне бобинаға қоязырем, әймі булавка білен лектіредірем. И узор бойынша үредірем. Оның узорын ясы әлі жаның шыға жаны. Оның іші. Роза, вы сознаете, что вы творческая личность, как я? Вы же плетете бельгийское кружево. Ну, шул бельгийский енді, иә. Коклюшками? Коклюшка білен, әйе, жеп шырналған. Коклюшка білен. Дүниямны ұнытып ұтырадыр ем шыл, коклюшкаларынан өріп. Әте ашыланадыр ем. Шалтыр-пылтыр бетейінді, дауышланасың deyip. Мен ішімді тұтадыр ем да, төтем ашы жанына кетедір ем. Ол үйретті мені. Біздің ауылға фельдшер болып келген еді. Сөзләрім дұға болсын енді. А говорить ничего не умею. Иске чыры башласаң, ханар көбейді ол. Роза, я хочу увидеть ваше кружево. Көресі келе. Көрсәтірмін. Бізге келесі бейтәлі қонаққа. Ну да, Алла берса. Алла берса. Ел Рашид. Қайхуаны ауыз ет. Біздің ауылда кофедилер мұна. Қотырақ болған бұл. Сыйыр қышқыра деп, аптырысы да yok мұнда. Рахат. Туймадың мы бұл тұрмыштан? Біздің тұрмышта да ауырлықлар бар. Қай вақыт бек ауыр бола. Мансур. Сен бит ауыл малайы. Сағынмадың мы? Мен көптен ауылны қыту көрейінді. Сағынасың деп. Оқығанда еш жақта бек сағынайдым. Қазір енді жоқ. Нәрсе қалғаны мен анда? Әне, ғымыр бойы колхозда шіленді. Қазір пай жерлерін қойда екен де білмей. Анысы шулай енді. Мансур. Ауыл хауасы. Ауылның аның жері. Бүтін шире мінейі білен. Сол өз қожалығыңда 3-4 сиыр. Онарысың енді ішік алдың тұлы тауықлар. Онарысың енді керек болса сарығын, кәжесін алып жібересің. Міне мұнысы ауыл тұрмышы. Керек мен алыр. Нәрсеге керек? Мансур. Ну, бик сағынсам, әтенілерге барып келем. Туғандарға, сабан тойға. Ит дейсің ме, көкай дейсің ме? Тошып тұралар. Жоқ, абылай, керек мей. Заманында тирісін де, тізден пішірағын да көрген барлы. Мансур, яши білсің, қазір ауыл біздің еш вақыттағы ауыл түгілінде. Шулай ма? Ана шул бүтін тізден пішірақны мен жиыштырып, таш салдырып, тигізлеп қойдым. Ишік алды дейсің ме? Міне сиыр тұрақлары дейсің ме? Аннарысың асфальт жайдырдым. Ауыл советі білен әлі сөйлешіп бүтін ауыл урамларында қараттық. Бүтінісіне таш жайдырып жақтық. Әлі біләсі келсе, ауыл башына мәшітте салдырып ятам. Міне шулай. Ауылда ішлесең, барсы да бола. Бұлай бәхәсләшіп отырудан бір мәғіне көрмейм мен дүрсіңін әйткенді. Мансур, оптырағаннан айтам енді. Матур, рахат.
тыныш. Ләкин еррәк авылға тартыла. Қайтасы келе. Алмазны қайтарам дейсің мені. Мансур, оңла мені. Соң районда отделда күтіп тұралар бит аны. Соң 1-2 жылдан замначальник отделы болыр. Іші бар, бүтінісі де бар. Үйленішеміз дейселер, үйленсінлер. Соң керек болса йұрт салып берем мен аларға. Керек екен, менде тұрырлар. Соң борсы да бар. Міне борсын да берем. Бәхіттегіне болсындар. Ярар инде, ярар. Үзләре хәл итәрләр. Аларга яшисе бит. Мансур. Әйдәлі бір жеге барып қайтық әлі. Әлі көңіл ашып келемізді. Жоқла енді. Комбайным отылып кетті. Лизингқа бір жоқшы комбайн аласайды. Лизинг дейсің ме? Бұл бетінде Рашид, менің тема, иптәш бизнесмен. Әйдә барып келеміз. Мен ол лизингларын бек яқшы білем. Қазір бәсін түшіріп бітіреміз комбайннан. Әйдә. Мұнысы яқшы болды, мұнысы бәт. Привет труженикам семейного фронта. Как дела? Устала слушать, какой я должна быть. Серьезно, так и говорят? Ну нет уж, это проверенный способ свекрови. Қызым сен айтам, келін сен тыңла. Что-то сложное, походу. Я не поняла. Ну, это типа, дочка, говорю тебе, а сноха пусть слушает. Намеки, громкие разговоры, чтобы я слышала. Целое шоу. Ну и какой же ты должна быть, чтобы заполучить сердце этого принца? Ну, одним словом, заслуженной дояркой. С утра вставать на дойку, целый день делать дела по хозяйству, параллельно убираться, готовить. В общем, так, как привыкли жить они. Меня ждет то же самое. Ладно. Зато свежий воздух. Свежее молоко. Руки тоже можно поднакачать. Только чур ни одну корову Виолетта не называй. А с чего ты взяла, что я в деревню поеду? Ну, потому что мне кажется, что Алмаз... Он маменькин сынок. И если хорошенечко поднажать, то он и в деревню поедет, и тебя за собой потащит. Не маменькин он сынок. Он у меня с характером. Даже строгий. Ну, хорошо. Не маменькин. Но все равно мне кажется, что им очень легко управлять. Кстати, Андрея помнишь? Мы с ним расстались. Изменил, зараза. Тоже вот, знаешь, весь из себя такой крутой бизнесмен, на Мерси ездит. А оказалось, просто бабник. Но ничего, хороших парней на наш век хватит. И тебе что-нибудь хорошее подыщем, дорогая? Алмаз не такой. Он всегда рядом. Я в нем уверена на все 100%. Он всегда готов помочь в сложную минуту. И не только мне, а всей моей семье. Мы это ощутили еще до того, как начали встречаться. И я уверена, он добьется всего-всего. Сам добьется. И крутой машины, и водителя. Потому что он такой искренний, такой честный. Он у меня самый лучший.
больше нет. Ладно. Тогда учись доить коров. Такому принцу и его семье надо соответствовать. Ну, почему я должна подчиняться? Почему нельзя просто жить и просто любить? Можно. Но после дойки. Все, бесишь. Пока.